Recording in progress. Алмастарыма оқушылар, мен даусым естіліп тұрмын. Жақсы отыра беріңіздер. Сыныпта кезекші ме екен? Сыныпта кезекші ме екен? Мен даусым естіліп тұрмын сіздерге. Құрметті оқушылар, біздің сабағымыз записке басылады, әрбір сабағымыз. Сондықтан тыныштық сақтайық. Сыныпта кезекші кім екен? Сыныпта кезекші кім екен? Қанша жас кіші? Аки кезекшімен жұмыс жасап қояйық. Мақсатпаса. Мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Аха, естіліп тұр. Жақсы, онда оқушылардың ойын жинақтап алайық. Бірінші мына есеп шығарып, сосын кезекшімен жұмыс жасайтын боламыз. Так, бізде мынандай есеп берілген. Отбасыда толқын ата-анасының туылған күндері бір күнде, яғни 1 қаңтар күні. 2015 жылы, яғни 1 қаңтар күні анасынан толқын 6 есе, 2016 жылы әкесінен толқын 6 есе кіші болды. Так, мына жерге Бол, аштықтерін тыңда. кіші болды. Емсейтін есептері ғой былайша айтқанда. Енді сұрақ, әкесі анасынан қанша жас кіші немесе үлкен деп қояйық. Немесе үлкен деп қояйық. Шақсылар болып алындашы, кіші дей берген. Жоқ, бағана да біреу айттыңдар ғой. Отбасыда толқын ата-анасының туылған күндері бір күнде. 1 қаңтарда 2015 жылы анасынан 6 есе, 2016 жылы әкесінен 6 есе кіші болды. Әкесі анасынан қанша жас кіші? Демесіңдер, әкесінің жасын ұмытпауларын естіп тұр ма? Әкесі анасынан қанша жас кіші? Немесе үлкен. Кішінің орнына үлкен қойып тұр. Кіші немесе үлкен ба? Ойланамыз, кім? Басын көтеріп отыр. Басымызды көтеріп отырып жазамыз. Ойланып. Şimdi. 2015 Толқын ата-анасының туылған күнінде бір күнде. 2006 есе болса? Жоқ, толқынның ата-анасының туылған күндері бір күнде екен да, толқынның. Сонда 1 қаңтарда 2015 жылы анасынан 6 есе, 2016 жылы әкесінен 6 есе кіші болды. 2015 болса, Әке, атырас кішкенде жанымды? есе. Әкесі мамасынан 7 жыл үлкен. Так, жазайық мына жерге. Әкесі анасы деп қояйық. И толқынды жазып қояйық. Так, әкесі анасынан қанша жас үлкен дедіңіздер? 7 жас па? Сонда анасы қаншада, әкесі қаншада? Толқын қаншада? 7 жас үлкен болса, әкесі қаншада, анасы қаншада дейді. Енді сіздер 6 жас деп отырсыздар, енді сонда анасы, әкесі, толқын барлығын жастарын біліп алуымыз керек қой. Әрқайсысы қаншада екен?
логикаларын қоссаңдар. Мысалы қарайық, анасы так былай дейді 2015 жылы и 2016 жыл деп жазып қойып. Иә. Енді қарайық, толқын 2015 жылы мысалы әшейін енді мен сан беріп көрейін, мысалы 10 жаста бола қойсын. Анасы одан 2015 жылы одан 6 есе үлкен дейді, иә? Немесе анасынан толқын 6 есе кіші. Сонда анасы қаншада болды? Басымыз көтеріп отырамыз, барлығымыз партаға жатпай тұрып шұғыла. Толқын мысалы 10-да болса, анасы одан 6 есе үлкен дейді. Демек қаншада болады? Оқушылар? Дауыстарыңыз естілмей жатыр. Аға, сұрақ қайта қойыңызшы. Мысалы толқын 2015 жылы 10-да болатын болса, жасы, анасы одан 6 есе үлкен дейді. Сонда анасы қаншада болып тұр? 60-та. 60-та, дұрыс айтасыз. Енді қарайық. Иә, Аха. 2016 жылы анасы бізде 61-ге келеді. Толқын бізде қаншаға келеді? 11-ге келеді. Дұрыс па? Енді қарайық. Осы кезде мына әкесі дейді. Әкесі 6 есе толқыннан үлкен болды. Немесе толқын 2016 жылы әкесінен 6 есе кіші болды. Біздің мынауымыз 66-та болатын болса, 66-та. 2015 жылы ол қаншада болады? 65-те болады, дұрыс па? 65. Аха. Енді сұраққа оралайық. Әкесі анасынан неше жас кіші немесе үлкен дейді. Неше жас екен сонда? Қанша жас? 5 жас, иә? 5 жас. Енді мен бұны былайынан да шығарып көрейін, мысалы. Так. 2015, 2016 дейік. Бізде толқын 5 жаста бола болсын, кіші сандармен алайық. Так, егер осы вариантпен де қазір толқын 5 жастағымен тексеріп көргенде тура шықса, әкесі мен анасының арасы 5 жас екен. Демек, сіздер мына 5 жыл екен, папасы мамасынан 5 жас үлкен екенін дұрыс анықтап отырсыздар. Ал енді қарайық, 2015 жылы толқын бізде 5-те болды, анасы одан 6 есе үлкен. Демек, анасы қаншада болады? 6 есе үлкен. 30-да болады, дұрыс па? Бұл 2015 жылы. 2016 жылы толқын бізде 1 жас қосады, 6-да болады, мамасы бізде 31-де болады. Енді қарайық, есептің шарты бойынша 2016 жылы әкесінен 6 есе кіші болды. Демек, әкесі бізде қаншада болады? 2016-та 36-та, 2015-те ол 35-те болады. Демек, мына екеуінің арасы бізде 5 жас, мына екеуінің арасы 5 жас. Демек, сіздер есептің жауабын дұрыс тауып отырсыздар. Ал мына есепті дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сыныпта кезекші бармен кезекшімен жұмыс жасап жүрейік. Өтілген тақырып үйге берілген тапсырма. Сосын бүгін сабақты жалғастырамыз ары қарай. Менің даусым сіздерге жақсы естіліп тұр ма? үйге қанша жесіп берген еді. Қайта төктіңіздер. Басын айтып жіберіңіздерші. Маған дұрыс естілмей тұр. Түсінбедік, не дейді? Өтілген тақырып, қай есеп айтсаңдаршы. Үйге қай тапсырмай еді, кеше шығарттым ғой. Соны сұрап жатыр. Айт, асылзат тұрып айтшы. Енді даусым сіздерге естілмей тұр деймін. Айт. Естіп тұр ағай. Асылзат қай тақырып, қай есеп білмейсіңдер ме не? Білемін, қай тақырып? Айтсаңдаршы, білемін тұрып.
Ayşe, şimdi ne istedim olup kalған ау деймін ya. Мына жақта екі мұғалім болды. Тұра салып терезеге қарап отырғандар не болды? Бөліп тұрған жоқ. А? Ештеңе. Бір нәрсе Оқшылап. болу керек деді саған? Оқушылар тынышталамыз, біздің сабақ записке басылып жатыр. Тақтан жазып болсақ, онда алдыңғы сабаққа оралайық. Жазып болдық па тақтаны? Соттан сұңғана сал. Көрінбей ма сол? А. Ернар жаз. Ей, Ернар. Оқушылар тақтадағын толығымен жазамыз. Нұржат, жаз. Айша, басын көтеріп отыр. Ұстал. Жаз. Ал. Жылдам қазір есеп шығарамыз кейін. Болды. Алын жылдамдап кейін жазайын деп отырмын ба? Болдық па тақтан оқушылар? Мен тазалай берейін онда. Қайда екінші үйге бергенім ғой, мен диспенсасын табылды. Шығармадыңдар ма не? Ал? Тапкенім қайда? Ернар шығармаған үй тапсырмасын. Сенбеші, ашшы дәптерін. Неге? А? Қайда дәптерін? А вот это просто новый надо. Сенше шығармаған. Сенше. Бізге жоқ болған. Келдің ғой, кейін айттым ғой, жазып алып келесін орындаңдар деді. Қалай естімейсің, естігесің ғой, просто үйге барып тапсырманы орындамайсыңдар. Сенде бәрі жоқ. Жақсы. Тақтан жазып болсаңыздар, мен тазалай берейін, я? Кім үшін сабаққа келіп, кім үшін оқып жүрсіңдер? Біреуің үй тапсырмасын орындамайсыңдар. А? Қашан? Мен дұрысын сұрап тұрған жоқпын. Дұрысыдан деп айттым ба саған? Так, болсақ 24-ті екінші есепке қарайық. Ернар, дұрысталып отырып, жаз дегенді жаз, тыныштық. Так, 24-те екінші есеп. Тақта сіздерге көрініп тұр ма? Есептің шартында не дейді? Кездейсоқ шаманың берілген үлестірім заңы бойынша оның дисперсиясын табыңыз дейді. Дисперсияның формуласы қалай еді? Кім айтады? Дисперсия. Сұрақ қойды сендерге. Неғып отырсың ба? А? Дисперсияға x тең m Мгм. x минус m ташады ішінде x квадрат. X минус m сосын Ташады ішінде x бар, сосын квадрат.
Квадраттайм. X funksiyonunun kvadratı. Иә. Мгм. Так, мына жерге жаза берейік. Дат x тең x x1 мен p1-ді көбейтеміз. Иә. Қосылған x2 мен p2-ні көбейтеміз. Қосылған x3 пен p3-ті көбейтеміз. И xn pn. Бұл бізде, яғни, мат күтім, дұрыс па? Иә. Так, мат күтім. Мен мына жерге бітіп жазып қойыппын ғой. Яғни m. Яғни математикалық күтім немесе математикалық үміт деп аталады. Келесі, енді дисперсияның формуласын жазайық. Дисперсияның формуласы қалай еді? X-тен азайтамыз. Яғни x1-ден азайтамыз. Мат күтімді, дұрыс па? Мат күтімнің квадратын. Мат күтімнің квадраты. Bildiğimiz dx. Так, мен жақша мына жерге қойып қойдым. Ары қарай. Алдына м қоясыз. И қосылған дальше ары қарай. Sen şu bir Кешірім сұраймын. Менде ноутбуктың заряды бір өшіп қосылды. Жақсы, жарайды. Мына есеп бойынша мат күтімді таба берейік. Так. 3-ге 0,1 көбейтеміз, қосамыз. 8-ге 0,2-ні көбейтеміз, қосамыз. 12-ге 0,4-ті көбейтеміз, қосамыз. 16-ға 0,2-ні көбейтеміз, қосамыз. 18-ге 0,1-дің көбейтіндісін. Дұрыс па? Дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Так, бізде мына жерде қанша болады? 0,3, иә? Мына жерде 1,6, мына жерде 4,8, мына жерде 3,2, мына жерде 1,8. Так, осыларды қосып шығамыз. Бізде мынау 5 болады. Так, мына екеуі 1,9 болады. Мына екеуі 6,9 қосылған 4,8. Так, 7 бір ойда 11,7. Демек, біздің мат күтім 11,7-ге тең болды. Сіздерде де осылай шықты ма? Аха. Так, онда мен астындағы есептеулерді өшіре салайын. Ал, енді ары қарай кеттік. adam görmüyordum mu ne? Енді дисперсиясын табамыз. Дисперсиясын табу үшін не істейміз? Дисперсиясын табу үшін квадраттап табамыз, сондай болады. Яғни 3-тен азайтамыз. Нені? 3-тен азайтамыз нені? Мат күтімнің квадратын, дұрыс па? Иә. Қосылған 8-ден азайтамыз. Мат күтімнің квадратын. Қосылған 12-ден азайтамыз. Мат күтімнің квадратын. Так, азайтындысынан квадраты, то есть. Қосылған 16-дан азайтамыз. Мат күтімді. Оның квадраты.
18'den azaytamiz. 11 түбірас. 11,7 квадрат. Мына жерде қанша болады? Есептейік енді. Так, мына жерде қанша болады азайтқанда? Минус 8,7, дұрыс па? Мына жерде минус 3,7. Мына жерде 0,3. Мына жерде 4,3 болады. Мына жерде 6,3. Ал енді осылар квадраттайық. Минус 8,7-нің квадраты қосылған. Минус 3,7-нің квадраты қосылған. Так, жақшағымай қойық. 0,3-нің квадрат, 4,3-нің квадрат, 6,3-нің квадраты. Дұрыс келе жатырмыз ба? Минус 8,7 квадраты, минус 75. Минус қандай минус? Плюс болады ғой? Плюс қойыңыз. Кез келген санды квадраттасам плюс қой. 8,7-нің квадраты қанша болды? 75,169 дейді. Жақсы. Келесі 3,7-нің квадраты. Минус болса, плюс бүкілдері 3,7. 13,169. 13,169. Қосылған. 0,3-нің квадраты. 0,109. 4,3-нің квадратын есептеңіз. 4,3. Алпыс үштің квадратын есептеңіз. 39,169 болды. Жақсы. Ал енді бәрін қосып шығамыз. Анан бәрін қосылды. Қос, давай. Oldu mu? Жазып алдыңдар ма? Анау саған 147,135 шығады. тауып қойсам ба? Қанша? 147,139. Болды, ары қарай жазылмайды. 35? Айша, айттым ғой саған. Тақтан жазайық. Жазып алдыңдар. Жазылдым. Аха, 24'te 2. Жазылмай едін жаз. Соңына дейін жаз. Ана жақта көп сенде кішкентай қой. Бәрін жазып алдым. Олай жауабын. Дұрыс қой, астында қаяқтан келгенін білмейсің ғой сен. Ең болмаса қосылғандарын жазбайсың ба? Тақтан жазуға 1 минут уақыт берейін, жылдамдатайық, сосын тағы бір есеп шығарып үлгеруіміз керек. Ал жазып аламыз жылдам. Ой, Жиырма төртте үшті шығара беріңдер болғанда. Тақтан болғанымыз 24'те 3-ші есеп. Кездейсоқ шаманы үлестіріңіз заңы бойынша ауытқу
шамасын табуымыз қажет. Стандартты ауытқу, немесе орташа квадраттық ауытқу. Яғни дисперсияны түбірдің астын аламыз. Сонда бізде орташа квадраттық ауытқу шығады. Олай ғой. Екінші кестеден де дисперсияны табамыз. Сөйтіп соны түбірге аламыз ғой. Так, мат күтім 2 көбейту 0,2, 5 көбейтілген 0,4, 7 көбейтілген 0,2. Так, қосылған 10 көбейтілген 0,2. Бізде 0,4, 2, 1,4, 2 шығады. Так, 4 қосылған 1,8, 5,8 шығады екен. Бізде дисперсияны анықтайтын болса, екіден азайтамыз 5,8-дің квадратын. Дұрыс па? Мат күтім 5,8 болсын. Так, 5-тен азайтамыз 5,8-дің квадратын. 7-ден азайтамыз 5,8 квадрат. 10-нан азайтамыз 5,8 квадрат. Так, мына жерде бізде 3,8 квадраты қосылған минус 0,8-дің квадраты. Так, мына жерде 1,2-ның квадраты. 4,2-ның квадраты. Дұрыс па? Жазыңдар, қыздар. Жылдамдатайық. Так, 3,8-дің квадраты қанша болады? Мына алғашқы есепті болсақ, мен тазалай берейін. Так, 3,8-дің квадраты қанша болды бізде оқушылар? 3,8-дің квадраты қанша болды? Қанша? Так, 3,8 бар. 3,8-дің квадраты 14,144 екен. Кімде бар өшіргіш? Так, 0,8-дің квадраты 0,164. 1,2-нікі 1,144. 4,2-ның квадратын есептеңіз. 17,164. 17,164. Ал енді барлығын қосып шығыңыз. 17,164. Жаңа алдыңғы есепте барлығының соңғы цифрлары 9-бен аяқталған, бұл жолы соңғы цифрлар 4-бен аяқталып тұр, байқасаңыз. 65 емес 64 қой. Иә, барлығын қосамыз. Тақтада мен жазып қойдым отайын. Давайте жылдамдатайық, уақыт жақындап қалып бізде. 34,116, иә. Ал енді осыны түбірге аламыз. Шамамен қанша шығады? Түбірден шыққанда ма? Түбірден. 34,116.
Әке 5 бүтін 8 4 деп айтқан ғой. 5 бүтін 8 5 бүтін 8 Ya